Ла Масиядагы убактыңа кайта оралсак, әрине бәрі Лионель Месси тууралуу айтат. Сендер бір кезеңде окудуңдар ғой. Сен академияга одан бұрын келдің бе? Мен бұрын келдім. Ол 12 жасында келді. Ал мен одан 2 жыл бұрын сонда болдым. Ол алғаш келгені есіңде ме? Бірден ерекше екенін сездіңдер ме, әлде оны уақыт өте келе түсіндіңдер ме? Жоға, бірден түсіндім. Есімде. Алғашқы күні ол менің қасымда отырды. Бізге Аргентинадан бір бала келді. Қаралымнан өтеді деді. Біздің топта мықты ойыншылар көп тұғын. Ол бір ауыз сөз айтпады. Өте ұялшақ еді. Жай отырды. Ал алаңға шыққанда бірден іспен дәлелдей бастады. Жаттығуда бір-біріне қарсы индивидуалды ойындар болады. Ол кезде мен қорғаныста жаман емес едім. Ол маған қарсы шыққанда, бір қарағанда апарық бойы аласа балайды. Жылдамдығы, топты бақылауы, бірінші секундта тоқта. Мұнда бір түрлі бір нәрсе бар дедім. Доп аяғына жабысып қалғандай. Жылдамдығы нормадан тыс, тым жоғары. Келесі сәтте мен жерде жаттым. Ол оңға бір алды, солға бір татты. Мен құлап қалдым. Сол сәттен бастап бұл бала ерекше. Футбол аңызы болуы мүмкін дедім. Басында физикасы әлсіз болғандықтан қарсыластар оны жиі құлататын. Есімде, бір ойында 20 минутта Лео 3 гол соқты. Сосын оны әр эпизодта тепкілей бастады да, бапкер Леоны ауыстырып жіберді. Бірақ 15-16 жасында ол өсіп, ет жинап, қатайып алды. Сол кезден бастап Лео нағыз машинаға айналды. Оны тоқтату мүмкін емес еді. Бұрын физика арқылы итеріп тоқтатуға болатын. Ал аяғы қатайған соң бітті. Кері жол жоқ еді. Сен ойыншы болып жүріп, бірден бапкерлікке өттің. Ұзақ карьерадан кейін аздап үзіл салғым келеді деп ойламадың ба? Шынымды айтсам, әйеліме аздап демалам деп уәде бергенмін. Бірақ сол уәдемді орындай алмадым. Зейнетке шықпай тұрып, соңғы 4 жыл бойы осыған дайындалып жүрдім. Нақты не істегім келетінін білдім. Оның үстіне, мансабың біте салысымен мүмкіндік келсе, көп ойланбай кірісіп кетеді екенсің. Комо клубының философиясының өзгеруі туралы айттың. Жастарға көбірек сену, жас ойыншыларға инвестиция жасау, бұл сендердің бағыттарыңа сай келіп тұрған секілді. Нико Пас соның жарқын мысалы. Жас ойыншы келіп бірден нәтиже беріп жатыр. Сен үшін осы жұмыстың ең рахаты жас ойыншыларға кезінде саған сенген бапкерлер сияқты сенім арту ма? 100%. Мен Арсен Венгермен жұмыс істегеніме өте бақыттымын. Оның меніңмен, басқа да жас ойыншылармен қалай жұмыс істегенін әлі күнге дейін ұмытпаймын. Сендерос, Клиши, Ван Перси. Бұл нәрселер басыма мықтап сіңді. Жолдар өте келе түсіндім. Егер Венгер болмағанда, мен карьерамды дәл осылай бастамас едім. Тіпті соңында жеткен деңгейге де жетпеуім мүмкін еді. Сондықтан мен мұны қатты бағалаймын және сол құндылықтарды қазір өзімде шиголдарыма беруге тырысамын. Мен жігіттерге үнемі айтам. Не осылай жұмыс істейсің, не ең жоғары деңгейде табысқа жету өте қиын болады. Талант қанша мықты болса да, қазіргі футболда талап өте жоғары. Ойындар саны көп. Сен әрқашан 100% қосылу болуға міндеттісің. Біздің ойын стиліміз энергия жағынан өте шығынды. Прессинг, жүгіріс, топты жоғалтқан сәтте бірден қайтарып алу. Ал доп сенде болғанда айырмашылық жасау керек. Бұл өте күрделі процесс. Сондықтан қазіргі жастарды үнемі бақылап, оларға қандай өмір салты керек екенін қайта-қайта қақылдап айта беру қажет. Сен Ла Масия мен Арсенал сияқты үлкен академиялардан өттің. Сол кездегі буын мен қазіргі жастардың тәрбиесі өзгеше болды деп ойлайсың ба? Мүмкін. Біздің кезімізде сәл қаталда болған шығар. Бірақ мен өзімнің алғашқы жылдарымды мысалға келтірейін. 16 жасымда Арсеналға келгенде қасымда Тьерри Анри, Патрик Вейра, Роберт Пирес, Сол Кэмпбелл, Беркам сияқты алыптылар болды. Егер бір қате жасасам, оны бетіме тура какана ес айтатын. Жұбатып жатпайды. Бұл мені қатты шыңдады. Анри барлығын бетке айта салады, иә? Маған Тьерридің сол қасиетін айт. Тьерри өте тік адам. Бірақ әрдайым жақсы ниетпен айтатын. Өйткені ол сенің мықты болғанды қалайды. Мен өзімді солардың арасында биік таудың артында тұрғандай сезіндім. Олар алаңда да, алаңнан тыста қалай жүру керегін көрсетіп отырды. Мен ойладым, егер Invincibles осылай жұмыс істесе, демек дұрыс жол осы. Құдайға шүкір, басым жетіп оларды тыңдадым. Олар мен үшін ең мықты үлгі болды. Қазір футболда жастарға сенім аз. Бапкерлер қателессе, жұмыстан кетеміз деп қорқады. Бұл да шын. Сондықтан мен осындай жобада жүргеніме ризамын. Қайда баратынымызды, кім болғымыз келетінін, қалай ойнағымыз келетінін білеміз. Жастармен де біздің жолымыз осы. Ла Масияға қайта оралсақ, сенің қазір қандай бапкер екеніңде Барселонаның үлкен үлесі бар екені анық. Сол кездер туралы айтсаң, сен ол жаққа 8 жасыңда келдің ғой? 8-ден 15 жасқа дейін болу керек. Арсеналға кеткенімде 15-те болдым. Барса кездерінде мен туған қаламда ата-анаммен тұрдым. Базаға жаттығуға күнде таксимен барып келетінмін. Ата-анам бір нәрсені анық айтты. Мектептегі бағаларың жақсы болмаса, футбол жоқ. Түнгі 2-3-ке дейін сабақ оқыған кездерім болды.
Оқу мен футболды бірге алып жүрдім. Бірақ 14-15 жаста емтихандар қиындай бастады. Және бапкердің талаптарымен оқуды бірге алып жүру мүмкін болмай бара жатты. Сол жасымда түсіндім. Барселонада сен жыл сайын болашағың үшін ойнайсың. Қаласың ба, кетесің бе, ол әр жылдың соңында ғана айтылатын. Ойнамасаң, бітті. Бұл қысым өте ерте жастан басталады. Өйткені тек 16-ға толып кәсіби келісім шартқа отыру мүмкіндігі ашылады. Содан кейін Арсенал пайда болды. Лондонға аттандым. Венгермен сөйлестім. Олар мені Арсенал менің жолымдағы ең дұрыс жоба екендігіне көндірді. Ақырында ең дұрыс шешім осы болды. Сен 17 жасыңда Арсеналдың негізгі ойыншысы болдың. Жас кезіңде атақ, танымалдылық саған қалай әсер етті? Маған бәрібір болды. Өйткені мен аш болдым. Ең үздік, ең мықты болғым келді. Вейра мен Жилберто Сильва әлем чемпионымен бәсекелестім. 1 секунд босаңсысам, бәрі бітетін еді. Лондонда аса көп қыдырған жоқпын. Мақсатымның алдында маған ешкім кедергі болмады. Қонаққа тек ата-анам мен қарындасым келіп тұратын. Менің миссиям бар еді. Және одан басқа ештеңе алаңдатпады. Сол Арсеналдағы жылдарың футболдағы ең бақытты кезің бе? Мүмкін. Ең бақытты кездерім деп айтуға болатын шығар. Жас кезде көп ойланбайсың, ақымақта боласың ғой. Қорқыныш деген атымен жоқ. Есімде, Коло Туремен 50-50 допқа бірге кірдік. Мен оны жерге құлаттым. Келесі сәтте басымды көтерсем, өзім ұшып бара жатырмын. Өйткені ол мен арттан қақты. Сол кезде сен ұсақ түйекке де кіресің. Өйткені қорқыныш жоқ. Жай ғана алғашқысында маған қарсы кім ойнап жатқаны бәрібір. Мен бапкерге дайын екенімді көрсетуім керек. Барлығына дәлелдеу қажет. Мен осындамын дегендей. Ал қазір бәрі басқаша. Әлеуметтік желі, хайп. Қазір 1 гол соқсаң болды. Керемет контракт береді. Ал мен Арсеналға өте төмен келісім шартпен келдім. Бәрін өзіме дәлелдеу керек болды. Мен негізгі құраммен жаттығатынмын. Ал бір күні Арсенал мені FA Youth Cupқа 16 жасқа дейінгілерге жіберіп қояды. Бұл сені жерге түсіріп құтырма балам деп басыңды жоғалтпа дейтін. Сондықтан U16-ға барып ойнап қайтасың. Қазір мысалы физ дайындық бапкермен сөйлесем. Кейбір ойыншылар Примаверада ойнаса, ертең негізгі құрамға шығарғым келеді десем, жоқ, кеше ойнады. Физикалық тұрғыда дайын емес, демалу керек дейді. Ал бізде ше, дүйсенбі кешке резервпен ойнайтынбыз. Ол өте ауыр ойындар болатын. Мысалы, Пол Инс, немесе Кан ойнап кетеді. Немесе кейде сол Кэмпбелл сияқтыларды жарақаттан жазылып келе жатқанда бізге түсіретін. Яғни сен тәжірибелі, физикалық тұрғыда сенен әлде қайда мықты еркектерге қарсы ойнайсың. Әр дүйсенбі осындай лига болатын. Бұл жағынан ол өте мықты еді, және Арсен Венгер өзі келіп көретін. Жас ойыншылар ретінде біз сезетінбіз. Ол бізді қарап отыр. Сондықтан одан да жақсы ойнап, өзіңді көрсеткің келеді. Ойын кешкі 8-де басталады. Онда бітеді. Үйге барасың, тамақ ішесің. Адреналин басылмайды. Сағат 1-2-де ғана ұйықтайсың. Ал сейсенбі таңертең негізгі құраммен жаттығу. Демалыс жоқ, ештеңе жоқ. Ал мен дүйсенбі кешке толық ойын ойнап шыққанмын. 16 жастағы, әлі физикасы толмаған денемен. Осының бәрі мені шыңдады. Әр ойыншы үшін ең үлкен сәттердің бірі Чемпиондар лигасы деп ойлаймын. Арсеналмен 2006-да сен титулға өте жақын болдың. Бірақ финалда Барселонадан ұтылып қалдыңдар. Сен сияқты бәсекеге құмар адам үшін бұл қаншалықты ауыр болды? Өте ауыр болды. Бірақ ол үлкен сабақ алған сәт еді. Біз керемет маусым өткіздік. Бұл Хайберидегі соңғы маусым болатын. Парижде жеңілу оңай болған жоқ. Бірақ команда үшін өте мақтандым. Себебі біз 10 ойыншымен ойнадық. Есіңде болса, Йенс Лемон қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Соған қарамастан біз гол соқтық. Тьерридің 2-0 өтуге бір керемет мүмкіндігі болды. Қарсыда өте мықты команда тұрды. Дегенмен жеңілісті қабылдау өте қиын болды. Қазір артқа қарап отырып, сол сәт маған көп нәрсені бағалауды үйреткенін түсінемін. Өйткені ол кезде мен небәрі 18 жастайдым. Мен өзіме ештеңе етпес. Мен Элчаны тағы да атамын. Мен әлі жаспын. Міндетті түрде жеңемін дедім. Ал қазір 20 жыл өткен соң саған айтайын, мен оны ешқашан жеңе алмадым. Достар, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Лайк, комменттермен көмек көрсетсеңіздер, видеоның тез тарауына ықпал етесіздер. Қазіргі Арсенал туралы не айтасың? Команда жас әрі қарқынды дамып келе жатқан бапкер Микель Артетаның қол астында ойнап жүр. Сен оны Арсеналдағы күндеріңнен жақсы білесің. Қазіргі Арсеналдың ойыны саған қаншалықты ұнайды? Олар қаншалықты табысты болады деп ойлайсың? Олар жеңе ме деп ойлаймын ба? Иә, ойлаймын. Ал нақты жеңе ме? Әрине, маусым ұзақ. Премьер-лига өте бәсекелі. Чемпиондар лигасында да топ клубтар көп, бірақ олар біртіндеп құрылып келеді ғой. Команданы күшейтіп жатыр. Өте мықты құрам жасақтады. Қазір бұл жай ғана мықты команда емес. Бұл өте терең, сапалы құрам. Мысалы, Эдегор жоқ болса, Эзе бар. Сака жоқ болса, Мадуэке бар. Бұрын Арсеналға дәл осы нәрсе жетіспейтін. Әсіресе жарақаттар кезінде. Менің ойымша, 6 жыл бойы команда құрып, осындай деңгейге жеткен соң, биылғы жыл сол жол. Биыл көп ұпай жоғалтады деп ойламаймын. Енді сенің Барселонаға ауысқаның туралы айтсақ. Балалық шағыңмен тығыз байланысты клубқа қайта оралдың. Сол Барселонадағы кезеңге қазір қалай қарайсың? Шынымды айтсам, менің арманым
Барселонада ойнап еді. Мен бәрібір Барселонаға қайтар едім. Сол кезде болсын, одан бұрын болсын, немесе кейін болсын, бәрібір. Мәселе уақытты дұрыс таңдай білуде. Мен өмірде таймингке қатты сенемін. Бұл ең дұрыс уақыт болды ма, жоқ па? Біз оны ешқашан білмейміз. Сол кездегі командамен, өз амбициямен мен өзімді ең үлкен сахнада, әлемдегі ең мықты ойыншыларға қарсы дәлелдегім келді. Бұл үлкен сынақ болды. Өйткені бір сәтте сен Арсеналдың капитанысың. Әр матчта ойнайсың. Жанкүйерлер атыңды әндетеді. Сен сүйікті ойыншысың. Ал кейін Хави, Иньеста, Бускетс, Лео сияқты ойыншылармен тікелей бәсекеге түсу керек болды. Сонымен қатар Тиаго Алькантара, Педро, Алексис Санчес секілді басқа рөлдегі бірақ өте мықты футболшылар бар еді. Бірақ мен соны қаладым. Бұл менің буыным еді. Пике мен Леомен 12 жастан бері бірге ойнадық. Басқалармен де ерте жастан таныс болдық. Ішімде бір ішкі от болды. Мен Хави, Бускетс, Иньеста, Пуйолмен бірге Европа чемпионатында, әлем чемпионатында ұттым. Бұл дұрыс шешім болды ма, қате ме білмеймін. Бірақ бұл орындалған арман, ал мен үшін осының өзі жеткілікті. Сосын сенде Челсиге ауысу мүмкіндігі туды. Жозе Мауриньо аңыз бапкер. Сені нақты Челсиге баруға көндіргенде Жозе болды ма? Дәл өзі. 2014 жылы маусымның соңғы ойынында Атлетикоға ұтылдық. Сол матч Ла Лига тағдырын шешті. Егер жеңсек, чемпион едік. Бірақ чемпиондық Атлетикоға кетті. Осыдан кейін мен қатты сын естідім. Барса ұтылса, кінә көбіне маған, Алексис Санческе және Давид Виллаға артылатын. 3 жылдан соң мен өзгеріс керек екенін сезіндім. Агентіммен сөйлесіп, нарықта қандай нұсқалар барын сұрадым. МЮ, Ман Сити, Челси болды. Арсеналдың да мені кері сатып алу мүмкіндігі бар еді, бірақ олар сол опцияны пайдаланбады. Оларға бір апта уақыт берілген еді, дегенмен клуб ұсынысқа жауап бермеді. Лондонда бір күнде Чики Бегирисаймен, кейін Жозе Мауриньомен кездестім. Жоземен сөйлескеннен кейін агентіме болды. Мен осы жерге барғым келеді дедім. Жозе саған не айтты? Несімен сендірді? Ол мені команданың маңызды көшбасшысы болатыныма сендірді. Маған алаңдағы да, алаңның сыртындағы да рөлімді түсіндірді. Біз чемпион болатынымызды айтты. Солай болды да. Кейде өмірде дәл керек сәтте жолығатын адамдар болады. Жозе сол адам болды. Ол мені психологиялық тұрғыда өте жақсы дайындады. Ашық айтам. Мен Челсиді қатты ұнатпайтынмын. Бірақ кейін бұл менің карьерамдағы ең дұрыс шешімдердің бірі болды. Ол жерде мені керемет қабылдады. Біз 4,5 жылда 5 трофей жеңдік. Фанаттармен байланыс бірден пайда болды. Әрине, Арсеналдың капитаны болғанда Лондонда барлық қарсыластарды жек көресің. Жеңгің келеді. Ол кезде Мауриньоның Челсисі өте мықты еді. Терри, Лэмпард, Дрогба. Бірақ Арсенал опцияны пайдаланбаған соң 27 жасында мен үшін ең дұрыс футболдық шешім Челси болды. Бұл Премьер-лиганы ұтып, Лондонда отбасымен қалудың жолы еді. Өмір қызық. Бұрын мүмкін емес көрінген шешімдер кейін ең дұрысы болып шығады. Соңында айтарым, бұл ауысым да мен үшін дұрыс шешім болды. Сенің мансабыңда Венгер, Гвардиола, Мауриньо, ұлттық құрамда Арагонес пен Дель Боске сияқты әлемдік деңгейдегі бапкерлер болды. Қайсысы сенің бапкерлік стиліңе ең көп әсер етті деп ойлайсың? Әлде барлығынан ең жақсы тұстарын алдың ба? Ең әдемі жағы, мен Барселона философиясымен өстім. Ал кейін мансабымдағы әр бапкердің талабына бейімделіп отырдым. Венгердің футболы әдемі, бірақ өте тік, вертикалды және жылдам еді. Қай бюроде өз айып алаңымызды қорғап тұрып, 2 секундтан кейін Терияны гол соғып кететін. Біз допты алып, бірден алға шатынбыз. Конте кезінде бәрі жүйеге құрылған. Роботтық футбол еді. Кім, қайда, қашан пас беру керек, бәрін Конте нақты айтатын. Дель Боскеден мен футболдан гөрі адам басқаруды үйрендім. Тактикада ұсақ түйекке кірмейтін, бірақ шешім қабылдауы керемет болатын. Ал Мауриньо, ол ойыншылардың психологиясымен қалай жұмыс істеу керегін үйретті. Қалай мотивация беруді, қалай қысым жасауды, қалай сендіруді, ол бұл жағынан топ. Тактикалық тұрғыда да біраз нәрсе үйрендім. Қазір басқа бапкерлермен сөйлескенде, өзімді кейбіріне қарағанда ашық ойлайтын адам сезінемін. Кейбірі бір ғана жолмен өткен, сол туралы ғана сөйлейді. Ал футболда бір ғана жол жоқ. Бір әдіспен де, оған мүлде қарама-қарсы тәсілмен де жеңіске жетуге болады. Сондықтан философияң болу керек, бірақ оны қолыңдағы ойыншыларға бейімдей білу қажет. Ең маңыздысы сендіру. Футболда сендіру бәрінен маңызды. Яғни сенің футбол стилің ойыншыларға және жағдайға қарай өзгеру мүмкін ғой? Дәл солай. Менің принциптерім бар, бірақ футбол күн сайын өзгеріп жатыр. Бәрі ойыншыларға байланысты. Мысалы, серия Б-де біз вингерсіз ойнап, табысты болдық. Ал мен вингерлермен ойнағанды жақсы көремін. Қазір сол үшін трансферге көп ақша жұмсадық. Жүйе өзгерсе де, принциптер сол күйі қалды. Команданы алған кезде олар 5-4-1 ойнап, тек қарымта шабуылға сенетін. Мен ондай футболға сенбеймін. Себебі өзім ешқашан солай ойнаған емеспін және оны қалай жаттықтыру керегін де білмеймін. Ең бастысы, ойыншылар ақымақ емес. Олар бәрін сезеді. Егер бапкер өзі сенбейтін нәрсені талап етсе, бәрі сол жерде бітеді. Сенім жоғалса,
команда ыдырай бастайды. Ұлттық құрамамен мансаптағы ең биік шың әлем чемпионатын ұту. 2010 жылғы финалды елестетсек, сен қосалқы құрамдасың, ойын соңына таяп қалды. Алаңға шығам ба, шықпайым ба деген ой. Сол күйзелістен кейін шешуші голға пас беріп, елге чемпиондық әкелу эмоциялардың өте қатты ауысуы ғой. Сол күннен есіңде не қалды? Қызығы, 15 жылдан кейін бәрін басқаша қабылдайсың. Ол турнирді сол сәтті анық есімде сақтадым. Чемпиондар лигасында Барселонаға қарсы пенальти тепкенде аяғым сынған. 3 ай ойнамадым. Әлем чемпионатына баруым күмәнді болды. Көп еңбектендім. Дәл Боскеге ризамын, ол маған сенді. Қазіргідей кім дайын, сол ойнайды деген жүйе болса, бәлкім мүлде бармас па едім. Жартылай финалдың алдында жаттығуда Торрестің добы жарақат алған жеріме тиіп кетті. 2 күн ақсаңдап жүрдім, сканер жасаттым. Бақытымызға орай ештеңе жоқ екен. Өзімді қайта жақсы сезіне бастадым. Финалда алаңға шықпадым. Ол кезде 3 ауыстыру ғана бар. Есеп 0-0, ойын тең. Екінші таймда бапкерлер кім қыздыратынын көрсететін. Барлығымыз сол фитнес бапкерге қарап отырамыз. Ол бір-бірлеп көрсетеді. Бүкіл өмірің сол секундтарда өтіп жатқандай. Соңында Навыз, Торрес және мен шетте ессіз жүгіріп қыздырына бастадым. Іштей қатты қуандым. Сосын бәрі әдемі болды. Шықтым. 1-2 момент болды. Ойынға әдемі кірдім. Финалдың соңында шешуші пас бердім. Чемпион атандық. Сол сәт мен өмірімде өте сирек сезінген ішкі тыныштық пен мақтаныш еді.